Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте дәмді, шырынды болып шығатын котлеттің жасалу жолымен бөлісемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен фаршымызға пиязымызды салып, үстіне тұз саламыз. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, екі қасықтай алдып, дөңгелекше етіп жасап шығатын боламыз. Котлеттерімізді жасап болдық. Енді подливін жасайтын боламыз. Үстіне қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, қуырып алатын боламыз. Қуырылған пиязымыздың үстіне қызанақтарымызды салып, жақсылап араластырып, оны да қуырып алатын боламыз. Үстіне сәбізімізді саламыз. Үккіштен өткізілген, өте ұсақтап өткізілген сәбізімізді салып, жақсылап оны да қуырып алатын боламыз. Үстіне котлеттерімізді саламыз. Үстіне су құятын боламыз. Баяу отта 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Котлеттеріміз бір рет қайнағаннан кейін екінші бетіне аударатын боламыз. Котлеттеріміз дайын, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Гүлжан Әлмеш.